Саябақтар саябағы деп ат беріпті. Алғаш келгенімізде есігінің алды кішкене шырмауық тола еді. Сонымен оның бәрін тазалай келе қарасақ жеріміз тегіс екен. Келіншегім екеуміз ойланып, бір гүл ексек қалай болады, терезенің алдында өзіміз бір тамашалайтындай деп. Соң гүлімізді отырғызып, гүліміз жайқалып шыққаннан кейін ары қаратай шөбімізді отырғыздық. Саябақ жылдың қай мезгілінде де көрікті. Мәселен, көктемде қызғалдақтар жайқалып өседі. Сосын ирис пен раушан гүлдер бой түзей бастайды. Ал құстарға арналған мұнай ашқа күнделікті жем салып тұру салтанаттың үйреншікті ісіне айналған. Құстар келеді, кептерлер бар, таңғы 6-тан келетін, кішкене шытырлап дауыстар шығып ұйқы бермейтін. Соны қонар орын жасадық, дыбыс шықпау үшін. Ал қалған күні бойы қара торғай, жаңағы синица дейді торғай, солар келеді, тамашалап отырамыз. Кейде чемішке үйге түсіп кетсе, үйге де көріп кетеді. Соң бір анда-санда соткаға түсіріп аламыз қызықтап. Мынадай керемет макеттер мен түрлі мүсіндер саябаққа сән беріп тұр. Тәрбие беруде де бұл істің мәні зор. Енді Эрик пен Салтанаттың көршілері аулаларын әрлеп сәндеуге құлшына кіріскен көрінеді. Көп қабатты үйдің ауласын саябаққа айналдырған неке сондай отбасы бар біздің елімізде. Демек, өмірді өзгерткің келсе, расында да өзіңнен баста. Біреуге кінә артуға асықпа, солай емес пе? Дұрыс айтасыз, жалпы жақсылық жасап, жарысып жүрген көрерменнің қатарында Таңшолпанның көрермендері өте көп. Сондықтан да біз сіздерді мақтан тұтамыз, әлі де жақсылық жасаудан шаршамаңыздар.